Баршаңызға сәлем. Бүгінгі рецептте мен ашыған сүттен кекс жасауды көрсетемін. Кекс ашыған сүтке немесе айранға жасалады. Егер де үйде ашайын деген сүт болса, соны кекс жасауға қолдануға болады. Мен өзім сөйтемін. Енді бізге бұл әрине ең бірінші ашыған сүтіміз керек, 200 мг. 3 жұмыртқа керек, 100 грамм майды ертіп аламыз. Сары май немесе маргарин. Одан кейін 200 грамм қант керек болады, 1 пакетик сахарный, ванилин керек болады, және 1 чай қасық ванилин керек болады. Және 320 грамм ұн керек болады. Так, енді біз қазір 3 жұмыртқаны жарып алайық. Енді оған біз 200 грамм қантымызды қосамыз. Енді дәл осы рецептке сахарный пудрамыз, сахарный ванилин қосыламыз. Жақсылап араластырып. Енді осы негізге енді жаңа осы массамызға ашыған сүтімізді қосып, енді бізде 320 грамм иленген ұн, сонысыны енді разрыхлитель немесе енді мен жағдайымда сода болып тұр да, соны соданы қосып, оны біріктіріп, араластырып аламыз. Енді жаңағы сұйық массамыз бен құрғақ массамызды біріктіреміз. Ол үшін мен мынадай мискаға ұнды саламын. Жақсын. Енді әзірше осы массаны біріктіріп аламын. Араластырып. Енді массамызды қою кілегей болғанша жақсылап отырып араластырып аламыз. Массамыз дайын болды. Енді формочкалар дайындап қоямыз. Кекске арналған менде 6 штук розочка, 6 штук шаршы түріндегі формочкалар. Ішіне сұйық майды жағып аламын, жабыспау үшін. Ал енді осы ыдыстарымызға осы массаны құйып шығамыз.
Біреуіне сидіріп көремін. Так, бізде үшеу артық шықты, енді оларды алып тастаймын. Енді духовкаға 180 градуста пісіріп аламыз. 1 сағат уақыт керек болады. Бір сағат өтті, кекстеріміз осындай болып пісті, түрі шоколадный, бірақ жақсы болып пісті. Қазір мен ортасын турап сіздерге көрсетемін.